Өмірде болған ой саларлық оқиға. Қыз өте әдемі, әдепті және білімді мектеп оқушысы еді. Оны бәрі мақтайтын, озат оқитын және үй шаруасына да жақсы еді. Анасынан басқа ешкімі жоқ. Әкесі анасы екеуін тастап кеткен. Әкесінің түрін де көрмеген екен. Анасының айтуынша, әкесі оны тастап өзге әйелмен басқа жерге кетіп қалған екен. Қыздың анасы қарапайым сатушы, балалар үйінен шыққан. Қалада пәтер жалдап екеуі ғана тұрады. Қыз 11-ші сыныпта оқиды. Жақында грантқа оқуға түспек арманы бар. Анасы оған сый деп ұялы телефон алып берді. Қыз ортасымен тең болып қатты қуанады. Ол енді интернетке кіріп әртүрлі желілерге тіркеле бастайды. Осылай күндер өтіп жатты. ұбт-ға дайындалып және ғаламторға кірумен күндер жалғасты. Қыз бір күні бір студент жігітпен ВКонтакте арқылы танысып, көп ұзамай кездесіп, сырласып жүрді. Жігіт қызбен жасты. Колледжде оқиды. Сүйкімді, сұлу, бойы ұзын, өте керемет жан еді. Күндер зулап, жігіт қызға сезімін айтып, ұсыныс жасады. Қыз да жақсы көріп, қабыл алды. Солай екеуі жүрді. Қыздың анасы бұл туралы біліп, қызына артық кетпей жүруін ескертті. Міне, қыз мектеп бітіріп, жігіті қасынан табылды. Ақыры ұбт болды. Қыз өзіне сеніп, жақсы ұпай алды. Бұған анасы мен сүйген жігіті өте қатты қуанды. Енді ол Алматыға оқуға тапсырып, оған да түсті. Жаз айы еді. Шілде айының ыстық күнінде жігіт оған үйленгісі келетінін айтты. Қыз келісімін бергенімен анасынан рұқсат сұрау керектігін айтты. Ал анасы жігіттің ата-анасы қарсы болмаса, ақ батасын беретіндігін айтты. Апта соңында жігіт қызды үйіне әкеліп, ата-анасымен таныстырды. Олар өте бай адамдар екен. Оларға болашақ келіндері ұнады. Жігіттің әкесі қызға сұрақтар қойып танысып жатыр. Қызым, әкең, анаң бар ма деп сұрайды. Анам бар, әкем жоқ. Жай, өмір ғой енді, деп жігіттің әкесі ойланып қалады. Қызым, тегің кім? Анаңның есімі кім деп сұрайды. Тегім Хасенова. Анам Үміт, деді қыз. Осы сөздер жігіттің әкесіне қатты тиіп, жүрегін жарып шықты. Себебі алдында отырған қыз оның тастап кеткен туған қызы еді. Ойланып мұңға батты, бірақ ештеңе айтпады. Жігіт қызды үйіне апарған соң, өз үйіне оралды. Әкесі ұлына, ол қызға үйленбейсің, ол кедей, бізге лайық емес, деп кесіп айтты. Әке, олай демеңіз, бәрібір мен ол қызды сүйемін, дейді ұлы. Ұлым, мен саған бір нәрсе айтам, тек сен ренжіме, жарай ма, дейді. Иә, айтыңыз, әке. Әкесі бәрін айтып берді. Жігіт жылап әкесіне қатты сөздер айтып үйден шығып кетті. Қызға айтуға батылы бармады. Тастап кеткен әкенің ұлымен жүргенін естісе, қыз жоламайтынын білді. Қарындасын сүйгеніне қатты қиналып хабарсыз жоқ болып кетті. Қыз алаңдап қоңырау соқты, өшірулі тұрды. Үйіне бармақ болды, барды да. Ұлдарын сұрап еді, әкесі жылап қызға ақиқатты жайып салды. Қыз езіле отырып жылап әкесін ұра берді. Сол уақытта ұлдары келе қалды. Жігіт қызды жұбатып, екеуі үйден кетіп қалды. Қарындасы әрі сүйгеніне ол, біз кінәлі емеспіз, үйленеміз, мен сені сүйем, деді. Қыз, жоқ, жібер, сен менің ағамсың, үйленбейміз, кешір мені, деді. Олай айтпа, сен мені сүйесің ғой. Жоқ, қазір бәрі өзгерді, енді маған жолама. Сонда мен кінәлімін бе? Жоқ, сен менің ағамсың, арамызда махаббат болмау керек. Мен сені сүйем ғой, деді жігіт қиналып. Сау бол, анама ештеңе айтпаймын, тек менен аулақ жүр, ренжіме жаным, деп қыз жылап кетіп қалды. Жігіт сезімін қанша айтса да қыз тыңдағысы келмеді. Жігіт сол күні көлік астына түсіп қайтыс болды. Жігіттің анасы қызға хабарласып, өксіп жылап тұрып, ұлынан айырылғанын айтты. Қыз одан бетер қанжылып, анасымен қосыла жылады. Тас жүрек әке ұлынан айырылғанын естіп, сөйлемей мылқау болып қалды. Жігіт жерге көмілді. Қыз өзін кінәлаумен жүр. Сағынды, қайта оралмайтынына сенбейді. Тұңғиық әлемде мұң мен күн кешуде. Жігіттің қабір басынан шықпайды.
әкесін жек көріп халінде сұрамады. Әкесі мылқау, өз ұлын жұтқаны үшін өзін жек көреді. Кім кінәлі?